Сәлем достар, біз сіздермен сфера тақырыбынан алған есептер шығарудамыз. Бізге берілген есептің шарты мынандай. Параллелепипедтің қабырғаларының ұзындықтары 1 дециметр, 2 дециметр және 2 дециметрге тең. Осы параллелепипедтің барлық төбелері сфералардың бойында орналасқан. Бізге сфераның радиусын табуымыз керек. Алдымен суретке назар аударатын болсақ, параллелепипедтің барлық қабырғалары, яғни барлық төбелері сфера бойында орналасқан. Белгілеу енгізсек, А нүктесі, Б, С, Д. Және А1, В1, С1, Д1. Енді бізге осы сфераның радиусын табу керек. Радиусы ол бізде осы параллелепипедтің қарама-қарсы төбелерінің қосындысы ол параллелепипедтің диагоналі болатын. Яғни А мен С1-ді қосайық. А мен С1-дің қосындысы. Ал осы диагональдің жартысы О нүктесі өтеді, сонда АО ол сфераның радиусы. Осы АО-ны табуымыз керек. Яғни табу керек сурет бойынша ОА-ның ұзындығын, яғни радиусын. Бізге берілген қабырғалар берілген. АД-ның ұзындығы 1 дециметр, ал АВ-ның ұзындығы 2 дециметр, және АА1-дің ұзындығы 2 дециметрге тең. Енді бізге алдымен табандағы АБЦ-ді тіктөртбұрышын қарастырайық. АБЦ-ді тіктөртбұрышы. АБЦ-ді. АД-ның ұзындығы 1-ге, АБ-ның ұзындығы 2-ге тең. Бұның диагоналі ВД-ның ұзындығын таба аламыз. Яғни тікбұрышты параллелепипед болғандықтан барлық қырлары тікбұрыш болады. Сонда тікбұрышты үшбұрыштан ДВ-ны табамыз. Ол бізде тікбұрышты үшбұрыш, яғни Пифагор теоремасы бойынша АД-ның квадратына АВ-ның квадратын қосқанға тең. Мән қойып есептесек, 1-дің квадратына қосса 2-ның квадратын тең болады түбірасты 5 дециметрге. Ол бізде ВД-ның ұзындығы. Суретте көрсететін болсақ, мұна ВД-ның ұзындығына тең. Енді бізге енді осы ДВ, В1, Д1 арқылы өтетін мұна осьтік қимасы тіктөртбұрыш болады. Осы қиманың диагоналін табайық. Жазықтықта ол бізде ДВ, В1, Д1. Сонда Д мен В1-ді қосатын болсақ, осылардың, яғни диагональдарын қиылысу нүктесінде қақ ортаға бөлінеді. Осы бізде О нүктесіне тең. Олай болатын болса, суретте көрсететін болса, Д1 мен В-ның қосындысынан. Сонда бізде бір диагоналін табу жеткілікті. ДВ1-дің ол тең тікбұрышты үшбұрыш бойынша ДВ-ның квадратына қосамыз В1-дің квадратын. Ал ДВ бізде түбірасты 5-ге тең, квадраттасақ 5, қосылған В1 мұна түбірасты 5 болатын, ал мұна қабырғасы 2-ге тең. Яғни 2-ның квадраты 4. Түбірасты 9-дан 3 шығады, яғни ДВ1-дің ұзындығы 3 дециметрге тең. Ал енді бізге радиус қажет. Радиус ОА болады, немесе ОД. ОА тең ОД-ға. Ол бізде 2-ден 1 ДВ1-ге тең. Яғни 2-ден 1-ді 3-ке көбейтетін болсақ, мәні, яғни 3-ті 2-ке бөлсек 1,5 дециметрге тең деген сөз. Яғни ізделінді сфераның радиусы 1,5 дециметрге тең екен. Балалар, біз сіздермен сфера тақырыбынан алған есептерді шығарудамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.